Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен ИП мен декретке қалай 2,5-5 миллионмен шығуға болатындығы туралы ақпараттарды қарастыратын боламыз. Сондықтан менің арнамнан алыстамай қоңыраушаны басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен декретке кімдер шыға алатыны туралы ақпаратты қарастырайық. Ең алдымен бұл жерде бізде жұмыс жасайтын, яғни мұғалім, оператор, менеджер, журналист, хатшы, техперсонал және тағы басқа қызметтерді атқаратын жандар шығалады. Яғни жұмыс жасайтын жандар. Екіншісі ол бізде кәсібі барлар. ИП-сы, яғни ТО-сы бар жандар шығалады. Кәсібін іс жүзінде заңдастырып, кіші және үлкен кәсіппен айналысып отырған жеке кәсіпкерлер. Кәсіпкерлікпен айналысатын, табыс табатын жеке тұлғалардың барлығы осы дара кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті ма деген сұрақ бәріңізде туындауы мүмкін. Дәл осы сұраққа жауап беру үшін Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексінің 35-ші бабына сәйкес, бұл 35-ші баптағы 2-ші тармағына сәйкес дара кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркеуге мынадай шарттардың біріне сай келетін жеке тұлғалар жатады. Біріншісі, жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін тұрақты негізде пайдаланады. Екінші, жеке кәсіпкерліктен республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төмен жалақының 12 еселенген мөлшерінен асатын мөлшерде Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес есептелген жылдық кірісі болады. Яғни бұл бізде бапта не айтылып тұр? Егер де сіз тұрақты түрде жалдамалы жұмыскерлердің еңбегін пайдаланатын болсаңыз және бір жылда 12 еселенген мөлшерден асатын жалақы болатын болса, сізде табыс болатын болса, онда сіз міндетті түрде өзіңізді жеке кәсіпкер ретінде ИП тіркеуіңіз керек болады. Бізде ИП-ні ашудың жолы өте көп. Ол ең көп бізде қолданатынымыз ilicenski.kz сайты арқылы ашуымызға болады, кәсіп қосымшасы арқылы ашуымызға болады, халық қосымшасы арқылы ашуымызға болады. Ашқан кезде міндетті түрде бізде келесідей жағдайларды ескеруіміз керек. Яғни бұл кімдер ИП-ні аша алмайды, кімдерге болмайды деген келесі сұрақтың туындайтын бәрімізде сөзсіз. Ол лауазымды тұлғалар, яғни әкімдер, әкімшілікте жасайтындар, әртүрлі саладағы, яғни қаржы, білім, экология, салық және тағы да басқа департамент пен басқарма қызметкерлері аша алмайды екен. Екінші категория ол бізде әскери қызметкерлер. Үшінші категория ішкі істер органдарының қызметкерлері, прокуратура қызметкерлері, қаржы полициясы, полиция қызметкерлері жатады екен. Және төртінші категория ол бізде нотариустер. Яғни осы 4 категорияның біреуінде сіз қызмет атқаратын болсаңыз, онда сізге ИП ашуға мүлде болмайды. Жаңа салық кодексі 2026 жылы қабылданатын болғандықтан бізде 2025 жылы келесідей осы ИП-ның режимдерін қолдана аламыз. Ол бізде общеустановленный, упрощенка, патент, розничный налог, СНР для КХ, ол бізде КХ дегеніміз крестьянско-фермерские хозяйства, және фиксированный вычет, және соңғысы ол бізде СНР с использованием мобильных приложений. Бұл әрбір режимді өздеріңіз интернеттен ақпараттарды іздеп бойынша сізге қай режим дұрыс болады, сол ақпарат көздерін салыстырып ИП-ның режимін таңдайсыздар. Бізде ең көп қолданатын общеустановленный, упрощенка және қазір соңғы уақытта қолданып жүрген жеке кәсіпкерлердің өтіп жатқан режимі ол розничный налог режимі болып табылады екен. Енді келесі маңызды мәселелердің бірі ол бізде касса міндетті ме? Әрине міндетті.
Бұл жерде ИП-нің атына ашылған арнайы счет болу керек, болмаса касса тіркеу міндетті болып саналады. Егер сіз ешқандай да кассаны тіркемейтін болсаңыз, онда сізге ол ескерту келуі мүмкін, болмаса 15 МРП-дан 50 МРП-ға дейін айыппұл салынуы мүмкін. Кассалардың түрлері бар. Ол бізде Рекасса 3.0, онлайн касса, Каспи касса бар. Каспи приложениесі Каспи Pay арқылы қолданатын. Одан Қазақтелеком бар, Нұр касса деген сияқты басқа кассалардың түрі бар. Бірақ мен бұл жерде слайдқа жеке кәсіпкерлердің ең көп қолданатын екі кассасын ғана слайдқа енгізген болатын. Ол Рекасса 3.0 және Каспи Pay. Бұл жерде сіз ИП-ны тіркеген соң смартфоныңызға онлайн касса, яғни Рекасса 3.0-ді жүктеп, тіркеп ИП-ңізді оп-оңай жұмыс жасай аласыз. Яғни ол жерде сіз чекті де соға аласыз. Чекті соққан кезде сіз ол жақта наличный алып жатырсыз ба, кассаның ішіне соғуыңызға болады. Және ол екіншісі бізде ол Каспи Pay. Каспи Pay'дің ішінде арнайы Каспи касса дегенді қосып қойсаңыз болады. Сол кезде сізде фискальный чектеріңіз СФ сайтына автоматты түрде түсіп отырады. Яғни ол жерден жаңағы салық басқармасы осы СФ сайты арқылы автоматты түрде өздері қарай алатын мүмкіндігі бар. Осы кассаны орнатқаннан кейін міндетті түрде келесі қадамдардың бірі ол ИП-ны еңбек.kz сайтына тіркеу. Яғни бұл жерде сіз өзіңіздің ИП-ңізді еңбек.kz сайтына добавить предприятий деп өзіңіздің ИП-ңіздің даныларын толтырып тіркейсіз. Одан кейінгі сізде қадам шаг электронды еңбек шартын жасау. Бұл не үшін қажет, оны қазір келесі алдағы слайдтардан түсінетін боласыздар. Міндетті түрде сіз ИП-нің иесі болсаңыз да, жұмысшы болсаңыз да, мысалы өзіңіз жұмысшы болсаңыз директорыңызге жаңағы ИП-нің болмаса ТО-ның директоріне айтып, жаңағыдай осы сайтқа тіркеліп еңбек шартын жасауыңыз қажет болады. Адамдардың барлығын жасағаннан кейін сізде енді кәсіпкер ретінде сізде ай сайын табыс болады. Табыс ол сізде 200 мың теңге, 300 мың теңге, 600 мың теңге, болмаса миллион, 2 миллион ай сайын табыс болуы мүмкін. Енді сол сіздің табысыңыздан міндетті түрде төленетін келесіде бізде жарналар бар. Табысыңыздан, яғни ай сайынғы табысыңыздан 10% сіз пенсионкаға, ОПВ-ға қоясыз. Одан кейін 2024 жыл бізде 1,5% ОПВ жаңадан шыққан жарна болатын болса, 2025-тен бастап ол 2,5%-ға өседі. Одан кейін ол бізде төлейтін социальный отчисление, әлеуметтік төлемдер. Бізде осы уақытқа дейін социальное отчисление 3,5% төленіп келді. 2025-тен бастап ол 5%-ға дейін өсіп келіп отыр. Және төртінші төлем ол бізде медициналық сақтандыру қорына төленетін төлем, яғни ВОЗ-мыз. Сіздерге арнайылап осы максималды декретке шығу үшін максималды төленетін төлемдердің суммасын жазып қойған болатынмын. Осыны скрин жасап өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады. Бірақ декретке шыққан кезде міндетті түрде осы төлемдерді төлеу керек деген шектеу жоқ. Жаңағыдай басында айтып өткендегідей өзіңіздің табысыңызға байланысты есептеп төлейсіздер. Егер де сіздің айлық табысыңыз 300 мың болатын болса, 300 мыңнан жаңағы 10% пенсионкаға, 2,5% ОПВ-ға, 5% социальный отчисленияға және де ВОЗ-мыз медициналық сақтандыру қорына ол өзгермейтін сумма 5950 теңгені төлеп отыруыңыз қажет болады. Әрине бұл төлемдерді әр айдың 25-іне дейін төлеу керек. Кешіктіріліп төленетін болса, сізде онда пеня жүреді. Бұл төлемдерді Каспи приложениесі арқылы Каспи Pay'дан төлесеңіз болады, халық приложениесінен төлесеңіз болады. Әртүрлі варианттары бар. Сізге қайсы ыңғайлы, сол вариантпен төлесеңіз болады. Және бұл жерде максималды төлем
төлеген кезде ай сайынғы шығын сізде 119.738 теңгені құрайды. Және ИП режиміне байланысты төлейтін салығыңыз бар. Оған қоса тағы да жаңағы сіздің тіркеген кассаңызға төлейтін ай сайынғы төлеміңіз бар. Соны ескергеніңіз жөн. Бұл жерде 2025 жылға арналған декреттік төлем кестесін мен арнайы сіздер үшін жасап қойдым. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, өткен жылғымен салыстырғанда дорадовой суммасы мен 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақының суммасы ешқандай өзгеріске ұшыраған жоқ. Яғни бұл жерде жаңа біз атап өткендегідей өзгеріске ұшырап отырған ОПВР мен социальное отчисление. Егер де сіз бұл жерде мысалы бұл кесені мен қалай оқимын, мен түсінбей отырмын деген сұрақ туындайтын болса, мысалы мен мына жерге бір жылда неше ай болады? Бізде 12 ай болады. Сол айлардың атын жазып қойдым. Енді бұл айларға қарамаңыз, мысалы 1-ден 12-ге дейінгі ай деген сөз. Яғни сіз ИП-ны қай уақыттан бастап тіркедіңіз, жүктілігіңізді мысалы сіз жоспарладыңыз ба, әлде сіз жүкті болып кәсіппен айналысып жүрген болсаңыз, енді ғана сіз кәсібіңізді заңдастырып ИП ашып декретке шығайын деп жатқан болатын болсаңыз, сол жүктілігіңізге байланысты 30 аптаға дейін неше ай сіз салатыныңызды осы жерден қарап, мысалы сізде 2 ай жүктілік бар. Енді сіз бұл жерде 30 аптаға дейін 5 ай сала аласыз. Яғни мамырға дейінгі уақытты қарайсыз, получается сіз алатын қолыңызға дорадовойдың суммасы 937.125 теңге. Енді сәйкесінше ай сайынғы 1,5 жасқа дейінгі пособияның суммасы 44.625 теңгені құрайды. Дәл сол сияқты енді сіз жаңағыдай жоспарлап жүктілігіңізді бір жыл бойы салған болатын болсаңыз, онда сіз 2.249.100 теңгені аласыз, және 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақы 107.100 теңгені құрайтын болады. Бұл слайд бойынша, бұл кесте бойынша сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Ары қарай бізде бұл еңбекке жарамсыздық парағын алу. 30 аптаға толған кезде сіз тұрғылықты мекен-жайыңыз, яғни пропискаңыз бойынша поликлиникадан еңбекке жарамсыздық парағын алуыңыз керек. Сізге дәрігеріңіз қалыпты босану үшін босануға 126 күнге больничный ашып береді. Және одан сізге 2 дана беретін болады. 2-3 штук жаңағыдай еңбекке жарамсыздық парағын беретін болады. Ал егер де сіз егіздер босанатын болсаңыз, болмаса үшем босанатын болсаңыз, және кесір тілігі арқылы босанатын болсаңыз, сізге босанғаннан кейін тағы да 2 аптаға қосымша больничный береді. Яғни бұл жерде не деген сөз? Сіз дорадовойдан бөлек ауыр босанғаныңыз үшін, яғни кесір тілігі босанғаныңыз үшін, егіз болмаса үшем босанғаныңыз үшін сізге қосымша тағы да 0,5 коэффициентпен жәрдемақы төлейтін болады. Және больничныйыңызды алдыңыз, енді осы больничныйды сіз қайда тіркейсіз деген сұрақ туындайды. Бұл больничныйды алғаннан кейін міндетті түрде еңбек HR KZ-де өзімізді болмаса жұмысшыны біз социальный отпускке жібереміз керек. Социальный отпуск деген ол бізде декреттік демалыс деген сөзді білдіреді. Бұл сайтта, порталда тіркеген кезде сіз өзіңізді по беременности и родам деп таңдап, сол бойынша өзіңізді декреттік демалысқа жіберетін боласыз. Барлық бұл жерде ақпаратты бізге поликлиника берген еңбекке жарамсыздық парағынан аламыз. Яғни сіз қай уақыттан бастап жұмыс істемедіңіз,
қай уақыттан қай уақыт аралығына дейін, иә. Одан кейін сіз қай уақытта жұмысқа кірісуіңіз керек. Сол ақпараттар сіздің больничныйыңыздың алдыңғы бетінде жазылып тұратын болады. Данныйларды сіз осы HR.kz сайтында міндетті түрде көрсетуіңіз қажет болады. Бұл әрекет арқылы біз яғни жұмыс орнымыздан декретке шықтық, социальный отпускке кеткенімізді білдіреді яғни. Бізде енді келесі осы декретке құжаттарды тапсырудың екі жолы бар. Ол халыққа қызмет көрсету орталығына офлайн аяқтай барып тапсыру. Бұл жерде бізде минусы соңға барлық құжаттарды өзіміз шығарамыз, распечатка жасаймыз. Сол құжаттарды алып өзіміздің кезегімізді күтіп тапсырамыз. Және ол екінші жолы бізде егов порталы арқылы онлайн тапсыру. Қажетті құжаттарыңыздың барлығын сіз PDF-тайсыз, мысалы PDF форматы керек болатын болса, портал арқылы яғни тапсыратын боласыз. Енді бұл декретке қандай құжаттар қажет? Соны қарастырайық. ЦП ключіңізді, яғни электронды цифрлық қолтаңбаңызды сұрап жатыр. Одан кейін сіздің ИП-іңіздің талоны, социальный счет ашуыңыз керек. Бұл социальный счет мысалы сіздің до родовойыңыз, после родовой, 1,5 жасқа дейінгі пособие, көп балалы ана ретінде алатын, мысалы сіз 4-шісін босанып жататын болсаңыз, 5-шісін босанып жататын болсаңыз, көп балалы ана ретінде жаңағы жәрдемақылардың барлығы яғни сіздің осы социальный счетыңызға түсетін болады. Бұл социальный счетті сіз Халық банктен, Каспий банктен ашсаңыз болады. Және ол 4-шісі бізде еңбекке жарамсыздық парағы, сіздің больничный листіңіз, сосын соңғысы ол выписка из лицевого счета деген. Бұл выписканы сіз егов порталынан алсаңыз болады, болмаса кабинет налогоплательщикадан алсаңыз болады. Бұл выписка сізге не үшін қажет? Мысалы, сіз әр ай сайын төлемдеріңізді уақытылы төледіңіз делік, соның суммасы түсті ме, түскен жоқ па, басқа УГД-ға кетіп қалды ма, әлде сіздің сол УГД-ңызға түсті ме, және отчет тапсырғаннан кейін начисленный сумма болды ма, болған жоқ па, соның барлығын осы выпискадан көре аласыз. Сосын деген, мысалы, осы выписка арқылы сізді выплатной центр шақыра алады. Егер де бір қандай да бір сумма жетіспей жатырса, болмаса артық болып жатырса, яғни пенсионка, социальное отчисление, медстраховка бойынша, болмаса ОПВР бойынша бір сумманың қандай да бір бөлігі жетіспейтін болса, болмаса артық болатын болса, осы выписка арқылы қарап, сізді выплатной центрдегі қызметкерлер шақыратын болады. Және сол бойынша сіз қосымша құжатты тапсырасыз, болмаса артық сумма болатын болса, қайтарасыз, жетіспейтін сумма болатын болса, доплата жасайсыз деген сияқты әрекеттерді орындау үшін бізге міндетті түрде осы выписка қажет болады. 2025 жылы осы декретке ИП арқылы шығу тиімді ме деген сұрақ әрқайсыңыздың ойыңызға келген болар. Әрине ол тиімді, неге десеңіздер, мысалы бір жылға алатын дорадовой суммаңыз сіздің 2.249.100 теңге құраса, 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақы 107.100 теңге, және осы жәрдемақыны 18 айға, яғни бұл жерде не үшін 18 айға десеңіздер, 1,5 жасқа дейін төленетін болғандықтан сізде 18 ай болады. 18 ай бойы сіз, получается, осы 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақының суммасы 1.927.800 теңгені құрайды екен. Яғни сіз осы дорадовоймен 1,5 жасқа дейінгі жәрдемақыны қосқандағы суммасы, қолыңызға алатын жалпы сумма 4.176.900 теңгені құрайды екен.
Енді бұл қолға алатын жалпы сумманың ішіне мен послеродовойды қосып отырған жоқпын, себебі ол сізде бір бала мен 3 баланың арасына дейін болатын болса 149.416 теңгені аласыз. 4-ші баладан жоғары уже сіз 247.716 теңгені алатын болсыз. Ол сізге бір-ақ рет берілетін послеродовой. 12 айға кететін шығын суммасы 1.436.856 теңгені құрайды екен. Айына сіз 119.738 теңгеден төлеген кезде сізде осынша шығын кетеді екен. Және плюс бұған сіз табыс салығына төлейсіз. Жалпы алғанда сіз дорадовоймен 1,5 жасқа дейінгі пособиядан пайда сізге 2.620.884 теңге қолыңызға пайда ретінде түседі екен. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Егер де осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңыз болып жатырса, мен сол сұрақтарға жауап беретін боламын. Және алдағы уақытта осы сияқты пайдалы видеоларды түсіріп отырамын.